Ассаламу алейкум, қазақ елі. Бүгін 10 ақпан 2024 жылы Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы бұл үндеуді Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға және Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов мырзаға және де өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Бейсенбай Шарлапаев мырзаға біз өзіміздің адал еңбегімізге шетелден әкелінген автокөліктерді кедендік рәсімдерін төлеп транзит нөмірімен жүрміз. Қазақстанда утил алымы мен алғашқы тіркеу алымы тым жоғары. Сол себептен қазақ нөмір ала алмай жүрміз. Дамыған ешбір мемлекетте жоқ. Утил алымын алып тастауды, алғашқы тіркеу алымын 100 мыңға түсіруді және де 2022 жылдан кейін 1 қыркүйектен кейін келген автокөліктердің барлығын тіркеп беруді талап етеміз. Біз өз еліміздің патриотымыз, ел басына күн туғанда елімізді, жерімізді қорғайтын азаматтармыз. Біздің осы мәселемізді үкімет отырысында шешіп беруіңізді талап етеміз. Біздің белсенді азаматтарымызды қудаламай, бұл мәселен халық пен билік арасындағы диалог құрып талқылауды талап етеміз. Талап етеміз бе, жігіттер? Талап етеміз.